Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романының өміршеңдігі. 3-ші бөлім «Адам жанының құпиясы». Оқу мақсаты: шығармадағы ұрпақтастар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Тілдік мақсат: пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: керей-уақ, бейболыстар, екінші Есенейім, Ұлпан бейнесі, Ақнар. Диалог құруға арналған пайдалы тіркестер: менің ойымша, себебі, оған дәлел. Келесі кезекте бейне материалға назар аударайық. Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Әдебиеттегі ана бейнесін айшықтаған «Ұлпан» романы заңғар жазушының кесек шығармаларының бірі. Ұлпан сырлы мінез құлқымен, тұлғалы бітімімен ерекшеленген бейне. Оның сезім байлығы, адамгершілігі, адалдығы, рухани тазалығы, ақылдылығы, зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы, өткірлігі, өжеттігі романда асқан көркемдікпен суреттелген. Бұл көркем шығарма қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысын, әдет-ғұрпын толыққанды көрсете білуімен ерекшеленеді. Жер дауы, жесір дауысында ұлттық ерекшеліктеріміз кеңінен тарқатылады. Романның басты кейіпкерінің бірі Есеней, керей-уақтың билігін қолына ұстаған аузы дуалы би. Ол екі баласы бір күнде шешектен өліп, бір балаға зар болып жүргенде, өзінің 40 жас кіші Ұлпанды әйелдікке алған. Ұлпан да ел ағасын жан жүрегімен жақсы көріп, саналы ғұмырын еліне арнайды. Бұл шығарма тарихтың өн бойындағы ана бейнесін асқақтатып, оның қоғамдағы, тарихтағы, ұрпақ алдындағы орнын саралаумен дараланады. Өткен тақырып бойынша ой қозғау сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ: романның өміршеңдігі қай тұсынан көрінеді? Екінші сұрақ: романда кездесетін салт дәстүрлерді ата. Үшінші сұрақ: Есеней Ұлпанды не себепті Ақнар деп атаған? Бірінші тапсырма бойынша талдап білу әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: шығармадағы Есеней мен Ұлпанның азаматтық іс-әрекетіне баға беріңдер. Екінші сұрақ: 20 ғасырдың басындағы қазақ әйелдерінің тағдыры мен тәуелсіздік жылдардағы қазақ әйелдерінің өмірі мен тұрмыс салтын салыстырыңыздар. Дескриптор: шығармадағы кейіпкерлерге баға береді. 20 ғасыр мен 21 ғасыр әйелдерінің тағдырын салыстырады. Құрметті оқушылар, сіздердің берген сұрақ-жауаптарыңызбен ықтимал жауапты салыстырып көрейік. Есеней найзагер, бай, батыр, жауынгер, тарихи тұлға, би, өмірде болған адам. Ұлпан сұлу, ақылды, дана, салмақты сөздің иесі, Есенейдің отанасы, жаңалықтың жаршысы, Ақнар Есеней елінің анасы. Келесі сұрақтың жауабын сіздердің жауаптарыңызбен салыстырып көрейік. 20 ғасырдың басындағы қазақ әйелдерінің тағдырына себеп болған жағдайлар:
қазақ ауылының әлеуметтік тіршілігі, халықтың дүниетанымы, әдет-ғұрып, салт дәстүрі, адамдар арасындағы түрлі қатынастар, империялық озбырлық. Тәуелсіз жылдардағы қазақ әйелдерінің өмірі мен тұрмыс салтына тоқталсақ, бүгінде біздің қазақ әйелдері мемлекет қайраткері, қоғамның тірегі, мемлекет дамуының тұғыры, ең бастысы ана. Екінші тапсырма жеке жұмыс. Попус формуласы арқылы келесі сұраққа жауап береміз. Менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын, осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Дескриптор шығарманың тарихи көркемдік құндылығына баға береді, қорытынды жасайды. Сіздердің сұрақ жауаптарыңызға қарай ықтимал жауапты салыстырып көрейік. Менің ойымша, 1974 жылы тарихи ел шежіресінің мазмұны негізінде жазылған роман. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Шығармадағы оқиға 19 ғасырда қазақ даласында болған тарихи шындық. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Ұлпанның ақылдылығы арқасында бүкіл Сибан елінің ел қатарына қосылуы, Ұлпанның ерен еңбегі, ақылды жомарттығының арқасында ел анасы атанып, дүниеден бақытсыз болып өтуі. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Жазушы романның басты кейіпкер Ұлпанның өмірін суреттеу арқылы сол замандағы қазақ қоғамының тыныс тіршілігін көрсетеді. Қазақ әйелдеріне тән асыл да қасиеттерді жинақтайды. Кері байланыс. Бірінші ақпарат, екінші ақпарат, пікір. Үйге тапсырма. Ананың анасы тақырыбында ой толғау жазу. Осымен оқушылар сабағымыз бітті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.